Сәлем достар, айтоп арнасына қош келдіңіздер. Бұл шынайы оқиғалар сізді адам сенгісіз өмірге дейін рухпен және ерікпен қайран қалдырады. Голливудта аман қалу жайлы фильмдер жетерлік. Алайда кездейсоқ адамдар баяндайтын деректі оқиғаларды көрмейінше, мұндай фильмдердегі оқиғаның шынайы екендігіне сенбейсіз. Осы аман қалу оқиғаларын зерттей отырып, біз сіздер үшін үздіктерді таңдадық. Рикки Меги 2006 жылы Аустралияның мал шаруашылығы бекетінің жұмысшылары 70 күн бойы сол жақта тіршілік еткен Рикки Меги есімді адамды тауып алды. Мегидің айтуынша, оның соңғы есінде қалғаны көлігінің осы маңайдан өтіп бара жатқанда бұзылып қалғандығы. Ол біреулердің зорлық әрекетінің құрбанына айналды. Нәтижесінде оның ағзасына есірткі жіберілді. Ол есін жиған кезде өзінің айдалада қалып қойғанын түсінген. 2 айдан астам уақыт бойы Меги тек бақа, жылан, кесірткелермен тамақтанып, жағын маңдағы бөгеттен тапқан судың арқасында аман қалған. Ол табылып құтқарылғанға дейін салмағының тең жартысын жоғалтқан. Джо Симпсон және Саймон Йейтс. Олар бірге 1985 жылы Сеула Гранде тауына көтеріледі. Төмен түсіп келе жатқан кезде Симпсон бұғаттан құлап, оң аяғы мен өкшесін сындырып алады. Ары қарай төмен түсу үшін Йейтс Симпсонды таудан кезең-кезеңмен жіп арқылы түсіріп отырған. Түнде ауа райы бұзылып, Йейтс Симпсонды жартастың көрінбейтін шетіне түсіреді. Яғни Йейтс Симпсонды құлап қалмасын деп жіппен ұстап тұра, өзі жарда салбырап тұрды. Таудан өзі ұшып кетпес үшін Йейтс арқанды кесіп жібереді. Осылайша Симпсон шамамен 50 фут биіктіктен жарыққа түсіп кетеді. Бірақ ол аман қалады, ал Йейтс мұны білмейді, оны қаза тапты деп ойлайды. Симпсон жарықтан шығып, 4 күннен кейін базалық лагерге жетеді. Кей альпинистер Йейтстің арқанды кесу шешіміне өте сыни көзбен қарады. Йейтс өз әрекетін көмекті күтіп, сене алмағандығын, себебі күшті дауыл басқан таудың бауырында әлемнен жыраққа қалып қойғандарын айтып түсіндірді. Бұл шешімге қарамастан, оның құтқару әрекеті Симпсонның өмірін құтқаруға елеулі үлес қосты. Ал Симпсон болса, әрдайым Йейтстің жағын жақтап, оның орнында болсам, мен де дәл солай жасар едім деп қорғайды. Аарон Ральстон 2003 жылы Аарон Ральстон атты жас альпинист Юта штатындағы Блю Джон каньонын бағындыруға аттанды. 300 келі қойтас жылжыған кезде Ральстон каньон қабырғасының тұзағына түсіп, бір қолы қойтастың астында қалып қояды. Ұйқысыз, оймен кеткен 6 күннен кейін ол өзінің әмбебап құралы арқылы қолын кесіп тастауға шешім қабылдайды. Содан кейін ол босап, қауіпсіз жерге шығады. Ральстонның оқиғасы 127 сағат атты фильм арқылы танымал. Мауро Проспери 2014 жылы Мауро Проспери есімді итальяндық желаяқ құм марафоны қатысуды, Сахара шөлімен 6 күн жүгіріп шығуды шешеді. 4-ші күні ол жарыс кезінде жақсы нәтижелер көрсетті және шөлді пейзажға ғашық бола бастады. Алайда кейін Просперидің бағы қашып, 8 сағатқа созылған құмды дауылдың ортасына түсіп қалады. Осылайша ол бағытын жоғалтып, жалғыз адасып қалады. Қолында бірнеше ғана азығы және дайын тағамы бар, ол аспаннан ұшып өткен 2 ұшақтың назарын өзіне аудара алмай қояды. Ол 10 күн бойы өзінің тазартылған несебін ішіп және жарқанаттармен тамақтанып аман қалады. Дуглас Моусон 20 ғасырдың басында Антарктиканы зерттеу тарихи миссиясынан танымал австралиялық батыр болып табылады. Моусон және оның 2 әріптесі Нинис және Мерц саяхаттарын сәтті орындап, 1912 жылдың 14 желтоқсаны күні базаға қайтып келе жатқан жерлерінде. Нинис жарықшаққа құлап түсіп, өзімен артынан шаналарын, қоректерін және иттерінің көбін тартып әкетеді. Олар үйлерінен 500 шақырым жерде жүрген. Базаға қайту үшін Моусон мен Мерц жансыз мұзды шөл дала арқылы еш баспанасыз және мұндай саяхатқа қажетті қоректің 3-тен 1-мен ғана қамдана жол жүруге мәжбүр болады. Азықтары біткен соң, олар иттерін жеуді ойға алған. Бірақ ондай жағдайда олар көліксіз қалушы еді. Ақыр соңында Мерц суықтан және күші бітіп қайтыс болады, ал Моусон жалғыз сапарын жалғастырады. Кейін адам сенгісіз жолмен Моусонның шанасы да қарға тіреліп, жыраға құлап ілініп қалады. Бірақ ол өзін қандай да бір сиқырлы күшпен жырадан алып шығып, 32 күн бойы адам төзгісіз жағдайда ақыры өзінің баспанасына жетеді. Жеткен соң, ол Антарктикада тағы 10 айдан астам уақыт бойы күтуге мәжбүр болады.
Себебі оны үйге жеткізуі қажет болған кеме оны өлді деп санап, бірнеше сағат бұрын ғана жүріп кеткен екен. Марина Чапманның оқиғасы осы тізімдегі ең бірегей және таңғажайып оқиға болуы мүмкін. Оның оқиғасы жалған немесе асырыла айтылған деген болжам бар. Бірақ Чапман өзін колумбиялық ауылдан 4 жасында ұрлап кетіп, джунглиға апарып тастады деп сендіреді. Өзін қорғауға әлі келмеген 4 жасар қыз бір топ маймылдың артынан ерген. Олар қызды 10 жасында аңшылар тауып алғанға дейін асырап өсірген. Джунглиде өмір сүрген кезінде Чапман ағаштардан баспана жасап, жабайы жидектермен, банандармен тамақтанған. Құтқарылғаннан кейін Чапман өзінің бордельге сатылғанын, далада өмір сүргенін айтады. Кейін 14 жасында оны отбасы асырап алды. Берри де Хеус және Найт 2003 және 4 жылдар аралығында Кливлендте бұл 3 жас әйелді Ариэль Кастро есімді қылмыскер ұрлап әкетеді. Олар 10 жыл бойы Кастроның үйінде нашар жағдайда, аштықта, физикалық, психикалық және сексуалдық зомбылықта өмір сүреді. Олардың бірі Кастродан жүкті болып, тұтқын кезінде қыз баланы дүниеге әкеледі. 2013 жылы Берридің кішкентай қызы әкесінің көлігінің есік алдында жоқ екенін байқап, анасына айтады. Тез әрекет ете отырып, Берри баланы ұстап далаға жүгіріп, жаны ұша көмек сұрайды. Ол көршісінің үйінен 911 нөміріне қоңырау шалып, 3 әйел құтқарылады. Бұл әйелдердің оқиғасы шын мәнінде адамның шыдамдылығының шексіз екендігін, күшті ерік жігерді көрсетеді. Адамзаттың сондай қысым астында өмір сүре алатындығы өте таңғаларлық. Шын мәнінде біз өзіміздің қандай төзімді екендігімізді және аман қалу үшін қандай әрекетке бара алатындығымызды басымызға түспейінше білмейміз. Және көпшілігіміздің басымызға ондай жағдай ешқашан түспейді. Бірақ бұл дайын жүру қажет емес дегенді білдірмейді. Ондай жағдай басыңызға түспей тұрып, теңіз, шөл және джунгли жағдайында қалай аман қалу болатындығын зерттеп үйреніңіз. Достар, егер сіз осындай қиын жағдайға тап болсаңыздар, қандай әрекет жасар едіңіз? Төменде пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Осымен болды. Достар, егер сізге бейне ұнаса, лайк қойыңызды және видеомен бөлісуді сұраймын. Келесі естіскенше аман сау болайық. Әрдайым сіздермен бірге Айт топ арнасы.